другие люди чужие. Так скажите, чтобы они отошли вас и вас не трогали. Почему он подходит к вам? Уходите оттуда. Немедленно, сейчас, прям уходите. Хорошо, хорошо. Нет. Алло, Алло, кто это? алло. Зачем вы у моего отца телефон забрали? Вы кто? А ну дайте моему отцу телефон, немедленно. А, это ваш отец. Извиняюсь тогда. Это А мой отец, вы что? вашего отца как зовут? Канат его зовут? Канат? Да, его Канат зовут. Какого года рождения? Спросите у Каната. Какого года на рождение? А ты кто? Ты почему у моего отца телефон забрал? Я говорю, это мошенники же, вы же мошенники же. Какие мошенники? Это мой отец, вы что? Уроженец, откуда отец ваш? Какая тебе разница, что я хочу от своего отца? Ты что? Отдай ему телефон, Так. Сіз түсіндіңіз ба? Сіз алаяқтармен сөйлесіп отқанын? Енді түсіндіңіз ба? Өзіңіздің рұқсатыңызбен қарап жатырық телефоныңызды. Көрдіңіз ба міне? Что случилось? Так, міне, дальше. Бұлардың бәрі алаяқтар. Түсініп тұрсыз ба? Қай нөмір звондады? Мынау звондады, сосын қайсы звондады? Осы номер, сосын тағы бір номер бар. Ну, понятно, ол номер. Какой папа? Ты в курсе, что у этого человека вообще детей нету? Кто со мной разговаривает? Ну, какая разница, кто? Я тебе говорю, у этого человека вообще детей нету. Түсініп тұрсыз ғой, да, міне, Еговтан звондап жатыр. Мына қағаз сіз бе жазған жаңа, я так понял, да? Міне, заявление Еговтан түсірген. Сол ма? Мынау сіз толтырған қағазыңыз ба? Иә. Таңертеңнен звондап отыр ғой маған, сағат 9:30-нан бастап. Кредит успешно одобрен на 3 миллиона тенге дейді. Осы сіздің міне Народный банктан сообщение жіберген. Көрдіңіз ба? Өтірік сообщение. Түсініп тұрсыз ба? Мынаның бәрі өтірік. Ана қолыңыздағы миллион қанша дедіңіз? Вот, кімге салып жіберейін деп жатсыз жаңа? Өзіңіз де білмейсіз кімге салып жіберейін деп жатқаныңызды. Ана счет береміз деп. Сол неден мына звондады сөйлестіңіз ғой? Иә. Сол звондады ғой, мына полициядан деп. Департаменттен мына тағы бір әйел адам. Диалог қалай басталды бірінші? Сіздің атыңызға мына сообщение келді ғой, шығарадыңыз ғой. Кредит алған деп. Соны тоқтату керек деп па? Иә. И сосын сіз уже ары қарай кеттіңіз, да? Менің счетымда ақша бар деп? Иә. Олар бәрін біліп тұр ғой. Түсінікті, енді өзіңізбен де сөйлесіп отыр ғой, сіз де айтқан болып тұрсыз ғой. Көріп тұрсыздар ғой, қалай оқиға болып жатқан. Сіздің банктегі счетыңызды ешкім ала алмайды. Сіз өзіңіз барып, аяқтай барып шешіп алып, оны осылай әкеліп, бір жерге әкеліп салмасаңыз, ешкім істей алмайды. Қорқатын ештеңесі жоқ. Не істеңіз, жақсы бәрі, жақсы.